Сәлем Стамбулдан. Бүгін ПП видео күнделігімнің 25-ші күні. Бүгінгі салмағым 109-да 1. 7 кило 200 грамм тастадым. Өте қуаныптымын, құттықтап қойыңыздар мені. Таңертең тұрдым, жаттығу жасадым, планка, вакуум бәрін жасап, сразу келіп видеоға түсіріп жатырмын. Міне 2 стакан суымды ішем, шөттерімді ішем. Сосын таңғы асқа саңырауға пен жұмыртқа пісірейін деп жатырмын. Түскі ас кефир, кешкі ас менде тунец бар. Сол тунецпен салат жасайтын болармын деп ойлап тұрмын. Бүгін ертең айтпақшы ненің екінші қатысып отырған марафонның соңғы күні ашығу. Содан кейінгі күн отчет тапсырамыз. Екі марафон 14 күннен 28 күн деймін, сондай болып тұр. Бірақ екінші марафон 2 күн ертерек бастады. Сонымен 26-ші күні 27-ші күнді бітіреміз. Бүгін 25-ші күн ғой. Сосын арғарата келесі марафон июньде болады. Ол 3-ші марафон, оған мен қатыспайтын болармын деп ойлап тұрмын. Өйткені екінші марафоннан бастап мен кішкене үйрендім, өзімді контроль ұстауды деген сияқты. Сосын бір жағынан мына видео күнделік бастадым ғой енді ютубтан. Сол маған өте көмектесті, өзімді контрольда ұстауға, тамағымды, папамды ұстауға өте көмектесті. Өйткені сіздердің алдында мен жауапкершілігім бар ғой енді түсіретін. Сол ертең қыздардан ұят болып қалмасын, көрерменнен ұят болып қалмасын деген оймен өзімді ұстап сөйтіп жүрмін. Bir жағынан жақсы екен өстіп видео күнделік жасаған. Сосын екіншіден бұл видео каналымды дамыту болып есептеледі. Күнде видео салғанның өзі ютубтың алгоритміне ютубтың алгоритмі бар ғой, сондай күнде салсаңыз, уақытында салсаңыздар, сіздің видеоңызды продвигать етеді алға қарата. Сол дамытып жатырмын бір жағынан. Мен бірге болыңыздар, күніңіз жақсы өтсін. Рахмет. Қыздар, тағы бір жақсы ақпарат берейін сізге, кеңес, бұрын мен ондай бір сенің клиникпен, мынандай фитнес мат, йога мат дегенге жасайтын адам үйде крем нәрселер жасай береді, спортты. Жасай береді ғой. Ау. Evet, так, турнавида nerede? Çevir турнавидалы. Бірақ мен осыны алғалы бір 2 ай болды. 2 ай бойы осымен занимация етіп жүрмем, жаттығуымды жасап жүрмін. Неше болды? Марафон басталмағалы, мен йога бастап кеттім, стажка бастап кеттім осының үстінде. Айтайын дегенім, бұл алғасын саған мотивация береді, маған мотивация берді. Күнде жасайтын болдым. Йогамды сосын марафонға қатысқалы, жаттығулар жасайын да. Бұны алуға неге кеңес беремін, өйткені кілемді аяңыз қаят, аяңыз не істейді, сырған айтты, тайып кетеді. Мына паркеттің үстінде де, ламинаттың, линолеум үстінде де аяңыз таяды. Болмаса бір орамал бір деген үстіне жасаймын десеңіз, орамалыңыз бітті желіп кете береді ғой. Сол үшін дейтін, мынау дейді әртүрлі поза, йога жасаған кезде йоганы позаларына аяңыз дейді, мында зырғанамайды. Жаттығуда тоже жатталып бір елестей қойсыздар. Соған кеңес берейін деген, орташа сағынеде бағада алуға болады, сапасы жақсы. Тым арзан алмаңыздар, өйткені губка сияқты болып ғой, жасап кетеді. Сол қазына балам көмектесейін. Жақсы, рахмет қарағандарыңызға. Қыздар, мынау менің таңғы асым. Айтқандай саңырауға жұмыртқамен, мынау перец, оливки, помидор, мынау фасоль, томатта боқтырылған. Осыны қазір дейтін енді жеу алам, тойып алайын деп тұрған сияқты, мынау дейтін адам тоқ ұстайды ғой. Бірақ мынау дейтін диетический тамақ болып есеп, продукт болып есептеледі, негізінде ПП-ларда осыларды береді. Желатиннің таңертең обедте жеген, кешке емес. Кешке жесеңіз де бір ерте 5-6-ларда ішіп алсаңыздар, олады негізі береді осыны ПП-ларға. Ұстап жүрген қыздарға, менюда бар. Рахмет. Ас болсын маған. Қайырлы кеш, достар. Мына менің кешкі асым, айтқандай-ақ тунецпен салат. Мұның ішінде не бар? Огурцы, помидор, капуста бар, салатный листья бар. Сосын тунец. Тунецтің майын төрт тастадым да, тунецті өзім салдым. Плюс оливка масло қойдым. Маған насып болсын, қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліңіздер, комментарий тастаңыз, лайк басыңыз. Пока-пока.